9 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқтылар үшін бүгінгі күн мазасыз түстерден басталып, жағымсыз эмоциялармен аяқталуы мүмкін. Дегенмен де, мұның барлығы өзіңіздің қолыңызда. Спортпен шұғылдану, таза ауада серуендеу, жалпы тынығу сізге бұл эмоциялардан құтылуға көмектеседі. Ішкі күшіңізді қалпына келтіріп, көп нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндік ала аласыз. Бүгін туыстарыңыз ұсақ-түйек тұрмыстық мәселелеріңізді шешуге көмектесуі мүмкін. Барлық кездесулеріңіз жайлы және жағымды болады. Торпақ. Қазір торпақтар үшін жоспарларын және түрлі идеяларын жүзеге асырудың керемет уақыты. Сізде өз күшіңізді толық ашуға жеткілікті қасиет бар. Жақын арада зиянды әдеттерден бас тартқаныңыз жөн, әйтпесе денсаулығыңызға нұқсан келуі ықтимал. Сондай-ақ ойланбай жасайтын қадамдарға барушы болмаңыз, себебі оның салдары жаман болуы мүмкін. Егіздер. Бүгінгі күні егіздерге жаңа шаруаларды қолға алуға кеңес бермейміз, себебі нәтиже көңілден шықпауы мүмкін. Барлық жұлдыздар айналада қауіптің бар екенін көрсетеді, сақ болғайсыз. Қазіргі уақытта сіздің өміріңіздің барлық саласына кесірін тигізуі мүмкін алаяқтар бар болуы мүмкін. Тәуекелдерден аулақ жүріңіз. Үлкен сомада сауда жасауды кейінге қалдырған жөн. Сонымен қатар, бұл уақытта адамдардың көп жиналатын жерлерінен аулақ болыңыз. Қоғамдық орындарға бармауға кеңес береміз. Күннің екінші жартысында аураңыз күшейіп, алға қойған мақсаттарға жету және адамдардың көңілінен шығу қасиетіңіз артады. Шаян. Шаяндар үшін саналы белсенділік кезеңі басталады. Бұл егде жастағы адамдар үшін керемет күн. Саяхаттап, әңгімелесуге мүмкіндік бар. Еш ойланбай тұрып уәде беруші болмаңыз. Әзірше жаңа таныстармен байланыс орнатудың қажеті жоқ. Бүгін туыстарыңызбен уақыт өткізуге кеңес береміз. Арыстан. Бүгін тек арыстандар үшін арнайы жасалғандай бірегей күн. Өз дамуыңызбен айналысыңыз. Сабақтар алыңыз, немесе кітап оқыңыз. Жалпы ой өрісіңізді кеңейту қажет. Сізге бүгінгі күннің жағдайлары қандай да бір шектеулер қойса, сіз әрқашан шыдамды болып, сабыр сақтай біліңіз. Сондай-ақ, кейбір темекі шегетін немесе алкогольді ішімдіктерді ішетін белгі өкілдеріне шамадан тыс пайдаланбауға кеңес береміз, себебі денсаулыққа нұқсан келуі мүмкін. Бикеш. Егер сіздің аяқталмаған шаруаларыңыз көп болса, бүгінгі күні оларды аяқтауға мүмкіндік бар. Бұл күн өте сәтті күндердің бірі және бикештерді өмірдің көптеген салаларында жетістіктер күтеді. Алайда сақ болғайсыз. Сіздің шектен сәттілігіңіз басыңызды айналдырып, жұмысыңызға кері әсерін тигізуі мүмкін. Бүгінгі күні шешімдер қабылдар болсаңыз, барлығын ақыл тарасына салып қабылдаңыз. Адамдарға шындықты айта біліңіз. Бұл сізге қарым-қатынастарды жақсартуға көмектеседі. Тараза. Ғажайыптарға сенетін уақыт келді, себебі бүгінгі күні ғажайып мүмкіндіктер таразылар үшін әрбір жерде болады. Кей таразылардың асқақ армандар орындалуы мүмкін және көптеген шаруалары жоғары деңгейде өтеді. Жаңа істі бастауға қорықпаңыз. Кей таразылар үшін бүгінгі күн жағымды тосынсыйларға, ұтыстарға толы болады. Сондай-ақ, белгі өкілдеріне бүгінгі күні ата-анасымен, бауырларымен, жақындармен көбірек уақыт өткізуге кеңес береміз. Саршаян. Қазіргі уақытта жасап жатқан шаруаларыңызда қиындықтар байқалуы мүмкін. Бұл күні өзіңізге және жақындарыңызға барынша адал болу керек. Проблемалардан қашпаңыз. Отбасыңызбен көбірек уақыт өткізу қажет. Жақындарыңыз міндетті түрде қолдау көрсетеді. Сондай-ақ, бүгін зиянды тағамдардан аулақ болуға кеңес береміз. Денсаулыққа қатысты мәселелер туындау қаупі жоғары. Бүгінгі күні жұлдыздар саршаяндарға интеллектуалдық қабілетін дамытуға көмектесетін жаттығуларды жасауға кеңес береді. Мерген. Мергендердің жеке өмірінде күтпеген мәселелер туындауы мүмкін. Жақындарыңызбен қарым-қатынас барысында тым агрессивті, ашушаң болмаңыз. Мұның барлығы қарым-қатынастарыңызды бұзуы ықтимал. Мәселелерге ақылмен қарап, оңтайлы шешім табуға тырысқан жөн. Егер шешім қабылдау барысында қиындықтар орын алса, мәселені біраз уақытқа дейін кейін қалдыра тұрған дұрыс. Тәуешкі. Тәуешкілерде әріптестермен арада ұсақ жанжалдар орын алуы мүмкін. Сізге қызғаныш, іштарлық білдірген адамдардың қауесетіне жауап берудің қажеті жоқ. Тіпті оларға назар аудармасаңыз, бірте-бірте барлық негатив өздігінен жойылады. Шиеленісті сәттерде даналық пен шыдамдылық сақтауға кеңес береміз. Қиын мәселелерді шешуде ішкі дауысыңыз міндетті түрде көмектеседі.
Су қойғыштар үшін бүгінгі күн жаңа қарым-қатынастар бастауға мейлі достық, серіктестік немесе жай ғана келісім-шарттар жасасу үшін өте қолайлы күн. Үй шаруаларын атқару, жалпы отбасылық мерекелер немесе қысқа сапарлар сәтті өтеді. Шулы кештерде, әлеуметтік шараларда немесе белгісіз адамдар көп жиналатын орындарда уақыт өткізуге кеңес бермейміз. Сондай-ақ бүгінгі күні жейтін асыңызды да қадағалаған жөн. Майлы, тәтті немесе тым ащы тамақтарды шамадан тыс қолданбаңыз. Балықтар, бүгінгі күні сізге ұнайтын іскерлік ұсыныстар түсуі мүмкін. Ол ұсыныстардан әзірше бас тартпаңыз. Күшіңізді қажет шаруаларға ақылмен бөліп, көп күш жұмсауды қажет ететін ауыр шаруаларды кейінге қалдырған жөн. Мүмкіндік болса, бүгінгі күні тынығып демалғанды артық етпейді. Ішкі тепе-теңдігіңізді жоғалтып алмаңыз, себебі эмоционалдық тұрақсыздық ешкімге пайда келмейді. Яғни, бүгінгі күні эмоцияңызды, ойыңызды, сөзіңізді бақылауда ұстаңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.